Осы жылдың қаңтар айында Солтүстік Қазақстан облысының делегациясы Фуджире әмірлігіне барған. Бұл Біріккен Араб Әмірлігі бизнесмендердің жауапты іс сапары. Өңір басшылығының және тұрғындарының атынан Құмар Ақсақалов сөз сөйледі. Ол Біріккен Араб Әмірлігі Қазақстанның ішкі сауда-саттығы мен инвестициялық серіктесі екенін атап өтті. Өңір басшысының сөзінше, агроөнеркәсібінің дамуына біздің облыста үлкен мүмкіндік бар. Мы делаем ставку на развитие сельского хозяйства, на переработку продукции сельского хозяйства. Біз ауыл шаруашылығының дамуына және қайта өңделуіне үміт артамыз. Сіздер кеше жолда келе жатып біздің өлкемізді көрдіңіздер. Біз бүгін өзімізді экологиялық таза өнім өсіретін облыс ретінде көрсетеміз. Қатысушыларға делегация басшысы Фуджираның еркін экономикалық аймағының бас директоры Шариф Аль-Авади да өз сәлемін жолдады. Оның сөзінше, әмірлікте көптеген өнеркәсіптің дамуына назар аударылады және де инвесторлар үшін қолайлы шарттар қарастырылған. Біз өте жемісті кездесуге үміттенеміз. Делегация құрамында Фуджира үкіметінің экономикалық бағытындағы ең маңызды және беделді адамдар. Ары қарай өздерінің жүргізіліп жатқан перспективтері жайында Солтүстік Қазақстанның отандық кәсіпкерлері сөз қозғады. Олардың бірі Анатолий Рафальский. Тайынша астық шаруашылығы басшысының айтуынша, серіктестік қазіргі заманғы егіншілік тәжірибесін қолданады. Жаңа әдіс-тәсілдің арқасында егінді көбірек шығарамыз дейді. Основное направление компании – это растениеводство. Растениеводство в компании представляется и размещена, вернее, посевная площадь на более 700 тысяч гектаров. Компанияның басты бағыты өсімдік өсіру. Егістік алаңы 700 мың гектардан астам. Соңғы жылдары үкіметтің және Құмар Іргебайұлының арқасында біз шын мәнінде революциялық өзгерістер енгіздік. Компания жаңа дақылдарға көше бастады. Облыс әкімінің кеңесшісі Мұратбек Жабағин қонақтарға өнеркәсіпте инновациялық қызметте тиімді экономикалық ынтымақтастық ұсыныстарын, астық тасымалдарын, туризм жобаларын және мал шаруашылығында көлік логистикалық хабын ашу жолдарын ұсынды. Біріккен Араб Әмірлігі туризм орталығының директоры атап өткендей, таяу шығыстан туристерді Қазақстанның солтүстігіне жоспарланған. Бүгінгі кездесудің басты мақсаты Қазақстанның солтүстігінде ашылатын жаңа мүмкіндіктерді қарастырып, ынтымақтастық жолдарын көбейту. We want to see what the opportunities they have here in North Kazakhstan. There's a lot of opportunities. Біз солтүстік Қазақстанда қандай жаңа мүмкіндіктер бар екенін көргіміз келеді. Агроөнеркәсіп кешенінде, туризмде, яғни ортақ бизнес жұмыстарын жүргізу бағыттарында. Ары қарай екі жақтың ынтымақтастық меморандумына қол қоюмен жалғасты. Соның бірі Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының төрағасымен Біріккен Араб Әмірлігі Фуджире әмірлігінің еркін экономикалық аймағының бас директоры арасындағы келісім. Кездесуде Біріккен Араб Әмірлігі Қазақстанның таяу шығыстағы ішкі сауда-саттығы мен инвестициялық серіктесі деп атап өтілді. Республикада 200-ге жуық өндіріс орындары бар екені айтылды. Сағындық Сарсеков, Руслан Еслямов, Первый Северный.